суреттерге қарап, жоғарыда тұрған сөздерден пайдалана отырып. Where is the ball дейді. Where is дегеніміз аудармасы қайда? Доп қайда? It is in the pool. Ол бассейннің ішінде дейді. Екіншісі swing, on the swing. Яғни качалканың үстінде не тұр бізде? Бұл жерде аю. Where is the teddy? Where is the teddy? It is on the swing. Үшіншісі under the seesaw. Бұл жерде бізде машина тұр. Where is the car? Машина қайда? Машина қайда? Келесі, it is in the tree дейді. Ағаштың ішінде не бар бізде? Ағаштың ішінде ол батпырақ бар. Where is the kite? Kite. It is in the tree. It is under the tree дейді. Астында, ағаштың астында не бар? Жанында бұл жерде train, яғни поезд. Where is the train? The train. Поезд қайда? Алтыншы сурет, it is in the back дейді. Сумканың ішінде не тұр? Бізде doll, яғни қоршақ. Where is the doll? Қайда? It is in the back. Сумканың ішінде. Үшінші тапсырманы орындап біттік. Енді төртінші тапсырмаға өтейік. Бұл жерде бізде төртінші тапсырмада dad's, mom's дейді, яғни маманыкі, әкенікі, және Алисандікі, және Джеймидікі тәуелдері кесімдікті өтеміз. Бірінші тапсырмаға қарайық. Jamie's dad. Джеймидің әкесі. Яғни бұл апостроф S бұл білдіреді тәуелділік кесімдікті. Ның жалғауларын береді. Екінші сурет. Бұл жерде Алисон тұр, қыз. Қыздың есімі ол Алисон. Алисонның мамасы. Алисонс болады екіге. Алисонс мам. Алисонның мамасы. Үшінші. Dad's book. Әкесі отыр. Әкемнің кітабы. Төртінші сурет. Маманың сумкасы болады. Төртінші тапсырманы орындап болдық. Келесі clothes. Clothes тақырыбына өтеміз. Clothes дегеніміз киімдер болады. Аудармасы. Астында сұралы сөздер тұр. Are they? Yes, they are. Are they деген олар ма деп сұрақ қойып отыр. Yes, they are. Я, олар. Немесе жоқ, олар емес. Сұрақ қояды. Оған жауап береді. Астындағысы what are these? Мыналар нелер дейді. Are they socks? Олар нәскелер ме? Socks деген нәскелер. Yes, they are. Я, олар. What are these? Мынал не? Are they trousers? Бұл штаны ма? No, they aren't. Жоқ, ол емес. They are shorts. Олар short tail. Бірінші тапсырманы орындайық. Дұрыс жауаптарын бізде беріледі екенбіз. Суретке қарап, are they shoes? Мыналар ботинкалар ма? Аяқ киімдер? Yes, they are. Болады, өйткені ол суретте сол тұр. Екіншісі, are they dresses? Мыналар олар көйлектер ма? Yes, they are. Are they coats? No, they aren't. Болады, өйткені бұл shorts. Coat дегеніміз бұл куртка. Үстіңгі қалың киімдерді айтамыз. Are they hats? Мыналар олар шляпалар ма? Yes, they are. Бесінші, are they shorts? Мыналар t-shirts, футболкалар ма? Yes, they are. T-shirt деген футболка. Are they socks? No, they aren't. They are trousers. Socks деген носки, trousers деген штаны. Келесі. Бетке екінші тапсырманы орындайық. Yes, they are, немесе no, they aren't қояды екенбіз. Are they mom's dresses? Мыналар маманың көйлектері ма? Dresses деген көйлектер. Yes, they are. Are they dad's hats? No, they aren't. Hat дегеніміз шляпа. Бұл жерде шляпа емес, sweet, костюм. Үшінші тапсырма. Are they Alison's socks? No, they aren't болады. Жоқ, олар емес. Төрт. Are they dad's socks? No, they aren't. Are they Jamie's shoes? Yes, they are. Are they mom's hats? Yes, they are. Я, олар. Үшінші тапсырмаға қарайық енді. Үшінші тапсырмаға біздер yes, немесе no деп жауап береміз. Are they James shorts? Олар Джеймидің шортысы ма? Yes, they are. Are they James socks? Так, бұл жерде Джеймидікі емес, бұл жерде розы болғандықтан no, they aren't болады. No, they aren't. Үшінші, it is Alison's hat. Алисонның шляпасы. Yes, it is. Я, ол. Бірінші мына Джеймидің шортысы мұнда тұр. Және Джеймидің носкисі емес. Екіншісі бұл Алисондікі. Үшінші Алисонның шляпасы мұнда тұр. Төртінші айтайық. Are they Jamie's shoes? Олар Джеймидің аяқ киімдері ма? Yes, they are. Я, олар. Мына мұнда тұр. Бес. Is it Alison's t-shirt? Футболка. No, it